жасқа толған балаларға арналған фильм. Алауыздық тасы. Бір сәт. Мен де қолдансам бола ма? Бер қара, қазір менің кезегім. Ол маған да қажет. Мүмкін, бірақ маған аса қажет. Достарға өте маңызды хат жіберсін. Олармен түстемдер сөйлесіп отырсың ғой. Таныстырылма ақпарат іздеуім керек. Қарақшылар шайқасын ойнағым келеді. Ол керемет ойын. Дәл қазір менікі. Жоқ, менікі. Мұнда өзі не болып жатыр? Екеуің әлі. Апа, мен емес. Апа, мен де емес. Я, бұған сен кінәлісің. Серіктім. Сәлем достар. Сонымен сағымдар еліне баруға дайынсыңдар ғой. Әрине, Питер, сағымдар еліне баруға дайынмын. Әйтеуір оларды алып кетпейміз. Не? Компьютердің сынауына сен кінәлісің. Енді сағымдар еліне баруымызға да бөгет болмақпысың. Кінәлімін бе? Екеуің болмағанда ештеңе білінбес еді. Апам да жазаламаушы еді. Өздеріңді айтқан боларсың. Дұштаңдар. Сағымдар еліне саяхаттарың арасықтарыңды ұмыттырар бәлкім. Кеттік. Мұныңнан түк шықпайды. Ой, неге қараш, әдеттегіден де жағымсыз көрінеді. Жауап бересің әлі. Кетті! Алыштық балақайлар! Мұндамын, балақай. Жоқ, мұндамын. Сәлем достар. Аха, ұстадым. Мен көмектесейін. Бойы қысқа, ақымақ әрі ебедейсіз. Солай ма? Ал сен? Неге бәріміз бірге ойнап көңіл көтермеске? Сенің кезегің, Майкл. Егер олар ойнаса, мен ойнамаймын. Ал бізді өзіңмен ойнағысы келеді десең, қатты қателесесің. Мен де екеуіңмен мүлде ойнамаймын. Бұлай ренжігендерін көрмеппін. Бір-біріне қатты ашуланып тұр ғой тек. Бұл жағдайда бір нәрсені жасай аламыз. Оларды алауыздық тасына апарайық. Алауыздық тасы ма? Табылған ақыл. Ендеше бәріміз алауыздық тасына барайық. Бұл уақыт жоғалту ғой. Қайда барамыз, Питер? Айтқандарың қандай тас? Алауыздық тасы сиқырлы тас. Егер біреуге қатты ренжісең, ойындағының бәрін сол тасқа айтсаң болады. Ол бар ашуды өзіне сіңіреді. Сол себепті мұндағылардың бәрі көтеріңкі көңіл күйде жүреді. Бірақ неге мұны бұрын естімедік? Себебі мұны шұғыл жағдайда ғана қолданамыз. Мысалы, мен еш қолданбадым. Өйткені адамдарға ренжімеймін. Ал сендерге келсек, бұл алауыздықтан құтылудың жалғыз жолы. Егер әлгі тас екеуіңе деген ашуымды басады деп ойласаңдар, қателесесіңдер. Бәрі ме? Бәрі. Питерден басқасы әрине. Ал содан соң ештеңе жасамасам да ол маған ұрысты. Содан ол көңілді Роджердің едені 18 мәрте жуғызды. Қарма қолда шаршадым. Тәуір болдым. Қармағыммен сүйікті көлегімді жыртты.
Шақырын сөйлеңдер. Осында келу үшін орманға кіргенімізді көріп, капитан біраз күмәнданып қалды. Егер тасқа оны жамандағанымызды біліп қойса, ол міндетті түрде... Бұл капитан болуы мүмкін, тез жасырыныңдар. Әлгі тас міне. Ашуларың сендерді жеңбес бұрын, мұны дәл қазір қолданыңдар. Бұл заттың пайдасы болмас. Ал байқап көрейін. Менің ақымақ інілерім жайлы айтудың бір мүмкіндігі. Біріншіден, Майклдың қылығына шыдай алмаспын. Әрдайым кішкентай екенін пайдаланып, заттарды өзі иеленіп алады. Компьютерді сындырды, бірақ бәріміз жазаландық. Не? Ал сен үлкенмін деп екеумізді өз ережеңе бағындырғың келеді. Бәріне сен кінәлісің. Екеуің де кінәлісіңдер. Ғаламторды еш пайдасы жоқ нәрсеге бола қолданасыңдар. Ал мен болсам, сабақ үшін қолданам. Соңғы ғылыми жаңалықтарды көруге, ізденуге пайдаланам. Сонда не таптың? Зерігудің формуласын ба? Сенің ғылымыңнан әбден жалықтық. Біраз уақыт алады. Тасқа ауыр болмас деп үміттенем. Бірден көп реніш айтылуда. Ренштер жинап қаптығы, қармақ бол капитанмен бірге бір апта өткізгендей. Кім менімен бір апта уақыт өткізеді? Мұнда не болып жатыр? Капитан, орманды күзетіп тек жүргенде Питер Пен мен оның достарының тасқа келген көрдік. Тастың не қасиеті барын білмейміз, кәдімгідей. Оларға шабуыл жасап қолға түсіруге дайын тұрғанбыз. Капитанды қуанту үшін. Расмен, оңтайлы сәт екен. Сәттілік біздің жағымызда. Балалармен айналсыңдар. Ал Пен маған қалсын. Шұлығыңнан жағымсыз иіс шығады. Сен аяғыңды ірімшікпен жуасың ба, қалай өзі? Шабуылды! Қарақшылар, байқаңдар! Әлі де жеңілістен сабақ алмаған ұқсайсың ғой. Осы еместігімізді көрмеймісің? Мүмкін емес, жамылдым. Ей, сазайын өзім берген тұрем. Сен алдымен қалай қорғануды үйренсеңші. Майкл, сақ бол. Міне, осылай. Қарақшылар қалы жатқанда алдымды орағанымды қойсаңшы. Тағы жеңілдің, капитан, ұнатасың ау, а? Біріншіден, сенің қарақшың емес. Және жолда тұрма, ашума тиетініңді көрмейсің бе? Екеуі тағы да ма? Керісіп тұр. Сендер компьютерді сындыруды ғана білесіңдер. Өнде, абайла! Әттеген-ай, тас! Питер, сөйлеші. Мүмкін емес, Питер. Ақыры қолыма түстің, Пен. Не болып жатыр өзі? Меніңше арал тұтастай шайқалып жатқан сияқты. Бұл тас. Ол қақ бөлінгенде ішіндегі ашуызаның бәрі жаны сағымдар еліне байланысты Питерге кіріп кеткен. Оның бойындағы ашу аралдың шайқалуына себепкер болды. Жанар тауда оянуда. Қараңдар. Бұл рас па? Ашудың бойыма жиналғаны сезіледі. Мен оған қарсы тұра аламын. Бірақ ол бойымдағы қуатымды алуда. Бұдан оңай ештеңе жоқ. Бар мәселе Питер Пенде болса, ендеше одан құтылайық. Мәселе шешілді. Қатты қателесіп тұрсыз, капитан. Кітапқа сүйенсек, мәселені шешіп, сағымдар елін қалпына келтіру үшін Жанартауға барып, араздық тасын тастау жалғыз шешім болып табылады, түсінесіз бе? Бұдан не өзгереді? Смеймен мына ақмақтар барып, ал мен Питер Пенді жоямын. Ол мүмкін емес, капитан. Тас ерекше жөн жоралғымен ғана жойылады. Сағымдар елінде
жатқанда Жанар тауға бірге барып, мына сөздерді айтып оны тастайды. Сен және мен алауыздықтан құтылу үшін достасамыз. Сағымдар елінің екі қас дұшпаны ма? Питермен татуласуларың керек, капитан. Басқа амалымыз жоқ болса, кеттік. Не? Пенмен татуласамын ба? Ешқашан! Жанар тағы! Жарайды, онымен татуласам. Тыныштала ғой, Жанардау. Джон, Майкл, Лили, амансыңдар ма? Я, аманбыз. Бізге еш зиян тимеді. Менің арқамда. Бұл ақмақтар тағы да міндеттерінен қашудың жолын тапты. Осыдан соң еденді өз бейнемізді көре алатындай қылып жуғызамын. Мына жерде шығуымыз керек-ті. Нені күтудесің, сыңғыр? Оларға тозаңыңды шаш. Жоқ, сағымдар елінің көңілді қуаты жоғалды. Әлсіреп тұрмын. Менде еш тозаң қалмады. Уэнди, бізді уайымдама. Бәрі дұрыс болады. Сағымдар елін құтқаруға бар. Жарай ма? Жарайды, барам. Міне тосын сый. Бізден құтылғандарына қуанған шығар. Иә, оның рас. Қалайсың, Питер? Тезден, Сми. Түнді осында өткізбейтін шығармыз, а? Қолыңнан келеді, Питер. Не ғой, бәлкім, оларды күтерміз. Сәлден соң оларды арқалайық дерсің. Тезден. Ашу сыртқа шыққысы келеді. Қашанға дейін қарсы тұрарымды білмеймін. Сми, ішетін сусын берші. Сми. Пайдасыз тас ашу таратып жатыр. Қаласаң мен алып жүрейін. Рұқсат етсеңдер, меніңше әлгі тасты ұстауға мен лайықпын. Питерге көмектесер адам болса, ол мен. Сондықтан Артур. Тағдырымызды баланың қолына ешқашан тастамаймын. Енді тасты бер. Тас менікі. 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 Тартыспаңдар. Тас зардабын тигізуде. Оған қарсы мен ғана тұра алам. Мұны өзім ұстағаным жөн. Кеттік. Босқа уақыт жоғалтпайық. Сендерді қайдам. Бірақ өзі мына шоқырда қалғым келмейді. Мына жерден шығар жол табайық. Не үшін? Капитан мен Питер ешқашан татуласпайды. Сағымдар елі осымен құрыйды. Жолын үнемі осындай ма не? Мүмкіндікті еш қалт жібермейді. Нағыз басымыздың соры. Соңынан әлде қайда жақсы. Сен осы бәрін ауруға ұшыратасың. Қатырасың ау сенде. Үстіңнен ешкінің иіс емес, иіссудың шыққаны жақсы. Мені ешкі деп кім айтты? Жоқ, мен дағанды айттым. Бірақ өзің бастадың. Ой, бос сөз. Балалар секілді ұрысып тұрғандарың қалай? Абайлаңдар! Тыңдаңдар, тағы бір тас құлап бәрімізді жермен жексен еткенше ұрыспай, бәріміз мына жерден шыққанымыз жөн. Бірақ қалай? Маған бір ой келді. Бұл маған ұнамайды. Уақытында жасай алмаспыз. Шағымданғанша бізге көмектессең тездететін едік. Капитан, тоқтаңыз. Бәрі сақ болыңдар. Рахмет, капитан. Сөйлеуші болма. Мұны сен үшін емес, сағымдар ел үшін жасадым. Әлдекімге менің құтқарғанымды айтар болсаң, акуланың жемтігіне айналдырамын. Ұқтың ба? Сөз берем. Әдеттегідей сұлым әрі айлакер деймін. Мұның жақсы екен. Қане, мына тастан құтылайық та үйге қайтайық. Жоқ, бұл менікі. Саған не болған, ақымақ неме? Қолындағыны дереу бер. Ешкім, айтпағым ешкім ерекше тасты жоя алмайды. Сми? Неғып тұрсың? Ұстайық оны. Әй, менікі! Мен оны екі қарақшымен жалғыз жібере алмаймын. Менде... Питер! Қане
аяғыңдағы шұлықты соңғы рет қашан жуып ең? Білмеймін. Соңғы рет тісіңді тазалағанда жуған болармын. Сәл қалды. Әйтпесе құлаймыз. Başladım. Көмектесіңдер. Біреуін көмектесіңдер. Ұзақ ұстап тұра алмаймын. Мен осындамын, достым. Көп жылдан бері менің жалғыз сырласым өзіңсің, жалғыз достым. Ақымақтардың саған зиян тигізулеріне жол бермеймін. Ұзақ ұстап тұра алмаймын. Мықта ұста, Майкл. Кешір, Чулу. Seni basımыздың соры деп ойламаппын. Өзің де жесіп тұрған жоқсың. Ал мен поэзияны жақсы көремін да. Майкл, амансың ба әйтеуір? Я, аман қалдым. Атқан сөздерім үшін кешірші. Сен әлемдегі ең жақсы інімсің. Я, білем. Және сен де жаман емессің. Сонда екенсің ғой. Дереу тасты бізге қайтар. Ешқашан. Сми, тасты бізге қайтаруыңды бұйырамын, ұқтың ба? Мына тасқа мұқият қара, капитан. Әділетсіздік жасаған кезде, маған себепсіз айғайлаған кезде бұл тас мені мұқият тыңдап жұбатты. Бұны менен басқа ешкім көп қолданбаған болар. Ал сен мұны қайтарғанымды қалайсың ба? Тыңдап ал дұрыстап. Көзімнің тірісін де бермеспін. Менің тасым жоқ. Питер! Өміріңді құтқарғанымды біреуге айтар болсаң, акуланың азығына айналасың. Капитан, тезден, тасты жоюымыз керек. Жарайды, мұны кейін талқылармыз. Sen және мен араздықтан құтылу үшін татуластық. Екеуің де жарадыңдар. Ау! Жоқ! Мені жібер! Әйтпесе бірге құлаймыз! Жібер! Питер! Абыржыма, Уэнди, мен қайта қалпыма келді. Өміріңді тағы бір рет құтқарғаныма кешір, капитаным. Бірақ қас дұшпанымсыз өмір сүре алмаспын сірә. Көрерсің әлі пен! Жарайды, кеттік. Рахмет, Уэнди. Сенсіз мұны жеңе алмас едім. Сау бол, ақмақ бас. Сізді аман-есен көргеніме қуаныштымын, капитан. Мен де, Сми мырза, мен де. Әлгі айтқаныңды ұмытқан жоқпын. Оны кейін талқылармыз. Қазір кетейік. Тастың кесірі ғой, капитан. Ашуланбаңыз. Капитан сенімен емес пе? Жоқ, Смимен талқылайтын әңгімесі бар сияқты. Еденді жууға асығып тұрғаным шамалы. Абыржыма, достым. Әлі де еден жууға көмектесеміз. Қызық болатын сияқтышы. Айтпақшы, міне фланел ішкеймін. Ой, жоқ, рахмет. Өзіңе қалдырсаң болады. Бұдан бұлай заттарыма тиіспе. Енді оны біреу жуу керек қой. Уэнди, амансың ба? Я, аманмын. Саған айтарым бар. Компьютер үшін кешірші. Бәріне мен күнәлімін. Әзілің бе? Менің кесірімнен сынды. Кешіріңдерші. Қызық екен, өзімнің кінәлі екенімді айтқым келген.
жаман еңбек еттің Смей. Шаршаған уақытыңда осында келіп, қалағаныңша айқайлауыңа рұқсат етем. Міне, мынаған. Сенімдісіз бе, капитан? Әрине сенімдімін. Бірақ егер басқаларға айтар болсаң, акуланың азғын айналасын оқтың ба мені? Бұл адемі сөйледі екен, капитан. Білесіңдер ме, кішкентай інілеріңмен тақтайша ойынын ойнағаннан артық ештеңе жоқ. Бірінші баста, Майкл. Жоқ, сен баста. Рас айтам. Онда сен бастасаң. Жоқ, одан да сен басты. Жоқ, сен баста. Жоқ, болмайды. Қап. Қайта бастауымызға тура келеді. Қазақстан телерадио корпорациясының тапсырысы бойынша аударып дыбыстаған Қазмедиа Мобайл.